Ассалаумағалейкум. Біз Өскемендеміз. Финалға бір қадам. Дәл қазір келдік. Мінекей футболшылар, жалпы медиа саласының өкілдері бәрі Өскеменде. Ордабасы командасы ойын алдындағы жаттығу өткізіп жатыр. Нико. Бүгін көз үйретіп кішкене мына жаға. Өйткені жарық біздің Қажы Мұхаммед Айтбасов атындағы стадион жарығынан өзгешелеу. Соған команда бір күн алдын арнайы келіп, ойын алды жаттығуын жасап атқан жайы бар. Келілер индивидуалды жаттығуды жеке жасап атыр. Жеке бапкермен командаластарынан бөлек. Естеріңізде болса, Ордабасы Қазақстан премьер-лигасы аясында осы Восток стадионында ойнаған сәтте алаңның сапасы сын көтермейді деп жаңағы жамандаған болатындығымыз. Дәл қазір мінекей алаңның сапасы одан кейін бірнеше есеге жақсарып қалған, және автоматты су, жаңағы мынау қалай айтсам екен, осман су шашып прожекторлерде орнатылған. Енді тек қана ойнап тегіс алаңда домалақ топты тебу керек. Ордабасы командасының қақпашылар құрамы мұнда. Бекхан Шайзада бастаған. Ойыннан бір күн алдын жаттығуға арнайы Бекхан Шайзада мен Сұлтанбек Астановтың жеке жанкүйерлері келіпті. Қызығы Шымкентте жоқ, бұяқта трамвай дешек, бұяқта бізде троллейбус дешек, бұяқта трамвай дейді екен. Мәди екеуміз мініп Өскемен қаласын көріп жүрген жайымыз бар. Матчқа дейін әлі 5-6 сағат уақыт бар шамамен. Мынау Өскемен қаласының гесіне де келдік. Білесіздер, бұл жердегі Қазақстандағы ең терең шлюздардың бірі. Тереңдігі 40 метр болатын шлюз қойылған бұл жерге. Бұндай шлюз Қазақстанда басқа жерінде жоқ. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Ассалаумағалейкум. Мәке спорт YouTube арнасына қош келіпсіздер. Финал алдындағы соңғы шайқас. Қазақстан Республикасынан Олимпиад кубогы. Ордабасы командасы бүгін қонақта алтайлықтарға қарсы ойнайды. Білесіздер, Шымкенттегі өткен ойында 3-1 есебінде Ордабасы басымдық танытқан. Бүгін сол есепті ұстап қалуға тырысамыз. Ләжі болса жеңіп кетуге де
болатын шығар деп өзім ойлаймын. Ендеше кеттік. Өскеменде Бақытжан Көкбаев ағамызды жолықтырдық. Енді бұл кісі кеше бірге чартер рейспен бірге келгенбіз мынау Алтай Ордабасы ойынына. Бәке, мынау ойын алдында жалпы ойынға қандай болжамыңыз бар? Енді бұның алдындағы бірінші ойында да біз Алтайдың бас бапкері Вахит Масудовтан пресс-конференцияда сұраған кезде айтып еді ол кісі 3-1 есеп маған өте қолайлы деп. Яғни Ордабасыға қарсы ойнаған Каспийдің ойынын ол кісі зерттеген, бәрін зерттеген, қарап отыр, қандай тактика қолданатынын енді көреміз. Ол кісі өткендегі брифингте де шындығын айтып отыр, бізде завершение дұрыс болмай жатыр. Ал былай жалпы ойынды ол кісі көңіліне толып отыр, тең ойнады деп. Расында мойындау керек, Алтайдың шабуылы шапшаң, жылдам болып жатқан рас. Мен ойлаймын, ойын оңай бола қоймайды, бірақ Ордабасы жеңеді деген ниеттеміз. Басымдықты жібермейді деп ойлайсыз ғой? Басымдық жібермеу керек, өйткені бізде опыт үлкен, сосын ойыншылардың дәлдігі өте мықты, және Мартиннің қойған тактикасы өте үнемі. Өткенде мысалы теңде тең ойнағаннан кейін, мен ойлаймын, ойыншылар осы алаңды да осы жерде ойнады ғой, КПЛ-де теңде тең. Сондықтан бұл алаңды біледі, бұл жерде болған. Бүгін сол кездегі жіберіп жатқан ақауларды орын жабады деген ойдамын. Сол 9-шы тур ойыннан кейін мен де осы алаңның сапасын кішкене сынға алған болатындығым. Бүгін алаң сапасын байқап тұрсыз ба, қалай? Енді бүгін мен үшін былай деп айтайыншы, ең мықты алаң ол Жетісудың алаңы екен. Шынайы да. Мен өзім жақтыра беремін, бір футболшылар біледі ғой. Мен үшін әрине бұл қопал. Бұл алаң сізге ұнамайды. Табиғи төсеніш емес. Оригинал жақсы ғой. Сізді мысалы әйеліңіздің орнына робот алсаңыз қиналасыз ғой. Рахмет. Восток стадионы, мінекей мына жақта Ордабасы командасы ойын алды, дене қыздыру жаттығуын өткізіп жатыр. Өскемендік көрермендер де жайлап алаңға жиналып жатқан жайы бар. Шымкент көрермендер Техас Ультрас өз орнына жайғасты. Мінекей команданы ойын алды қыздырып, демеп жебеп жатыр. Санаулы сәттен кейін ойында басталғалы тұр. Ойыншылар бұяқта дене қыздыру жаттығуын өткізіп жатыр. 16-шы легион Алтай командасының ультрасы енді көрініп тұр. Бұл жақта әлі кішкене дамып жатыр. Қазірге жаңағы жиналып жатқан болар, бірақ өте аз. Мынау Техас Ультрасқа қарағанда, енді Техас Ультрас легион 21-ші легионға қарағанда кішкене тәжірибелеу деп айтуға болады. Бұларды да енді алдағы уақытқа сәттілік тілейміз. Бірақ әлі кішкене өсу керек әлі. Алтай Ордабасы ойыны бастауын алды. Өскемендіктер допты ортадан қосты. Ордабасылықтар айбалағына көтерді. Тәртіп бұзылды, қаз ысқырды. Осымен шабуыл аяқталды. Оздығын көздеген еді, және 69-шы минутта Ибрагим Дадаев есепті 2-1 қылған. Енді интрига пайда болып жатқан сәтте міне қазір гол! Алтай командасы! Додев дәл сол өткен ойында Дадаевқа пас асырған. Додевтің гол соққанда көріп отырмыз. Алтай Ордабасы ойынның небәрі 3-ші минутында Ордабасылықтар гол жіберіп алды. Алтайлықтар ойынды өте қарқынды бастады. Міне 3-ші минутта есеп 1-0. Бұл Ордабасыға бір қоңырау, үлкен қоңырау деп айтуға болады. Алда әлі 90 минут уақыт бар. Мүмкін есеп бұлай тағы да өзгерер. Бірақ Ордабасы енді кішкене жиналу керек. Ойынды ары қарай жалғастыру керек. Аманович рядышком, но
Другой вариант находит капитан Антич. Подача хорошая, и 1-1. И это Бьорн Йонсон, о котором мы уже говорили. Вот это начало встречи. Буквально 10 минут и уже мяч побывал и в тех, и в других воротах. Ойынның 11-ші минутында ордабасының сұрапыл шабуылшысы Бьорн Йонсон есепті теңестірді. Тез голдар, айналасы 7-8 минут ішінде 2 гол көрдік. Алтайлықтар есеп ашқан. Ордабасы дәл қазір Таразы басын теңестірді. 2 гол көрдік. Қазір Алтайлықтар шабуылдауда. Астағып топты алып қойды. Астағыпқа қарсы ойын тәртібі бұзылды. Раунд. Его коллектив, но все равно. Тот матч он очень здорово провел, а это уже 2-1 в пользу Ордабасы. Жасулан Амир. Ойынның екінші таймы басталды. Мінекей арқамда көріп тұрғандарыңызда есеп әзірге 1-2. Ордабасы командасы алда. Жалпы есеп дәл қазір 2-5. Осылайша екінші алғашқы 45 минуттан кейін қай команда алғашқы болып, қай команда финалға шығатыны белгілі болады осы мынау Алтай өңірінде. Ойыншылар қақтығысып қалды. Барлығы ойыншы сол бір жерге жиналып қалды. Не болған байқамай қалдым мен мына жақта тұрып, қақпа артында тұрып, білмеймін. Бізден айыпты болған Елхан сияқты. Бас қазы да сол маңнан табыла кетті. Сары қағазды оңды солды беретін сәт. Және бірінші болып кім алады? Алтай ойыншысына берді, нөмір 4-ші. Және кімді іздеп жатыр? Елханға да сары қағазбан марапатталды осы сәтте. Елхан әлі де ашуланып тұр. Және 21-ші нөмір Алтай ойыншысына да сары қағаз берді. Бірден 3 сары қағаз осы жерде көрсетілген жайы бар. Йонсон енді бір нәрселер түсіндіріп жатыр. Бұл футбол мінезді ойын. Осылайша қазы ойыншыларды сабасына түсірді деп ойлаймын. Ордабасы командасы келгеннен болар. Мынау жаңағы Восток стадионында көрермендердің қарасы көп. Байқап тұрғандарыңыздай мынау VIP зонада команда басшылары және өңірдің басшыларының бәрі осында. Ордабасы, Алтай Ордабасы ойынын мұқият қарап отқан жайы бар. Тағы да ойыншылардың қақтығысы ойын емес, бұлар жаңағы күреспен айналысып кеткендей. Қайта-қайта ойыншылар қақтығысып жатыр. Тағы да сары қағаздар оңды солды таратылып жатыр. Бізден Вакулка марапатталды сары қағазбен. Ордабасының соңғы ойындарында сары қағаз өте көбейіп кетті. Естеріңізде болса, осы Алтайман өткен Қазақстан премьер-лигасы аясындағы ойында 9 сары қағаз болған еді. Бүгінде сары қағаздардың саны біразға жетіп жақты. Бұяқта жаңағы бапкерлері де бірін-бірімен шексіп қалғандай. Осылайша ойынға қайта жалғасуына қазы пәрмен берді. Ойынға қазы жиі араласуда дәл қазір сары қағазбан тағы да бір ойыншыны жазалады. Бұл жолы жазаланған Алтай командасының ойыншысы болды. Бүгінде сары қағаздардың жаңбырса жауатын күні сияқты. Мынау матч соңына қарай қанша сары қағаз болғанын айтып беремін. Бұрыштаманан допты Вакулка көтергелі жатыр. Мінекей. Малыға жібермеді. Капацина. Мінекей. Доп тура мен жаққа қарай келген жайы бар. Ойынның 62-ші минутында Ордабасы командасы алғашқы болып ойыншылар алмастыруға кірісті. Абинур Нұрымбет пен Евертон
алаңға шыққалы тұр. Кімнің орнына шығып отыр? Менімше Бакулка кетіп отыр ма? Жоқ, Әмірді ойыннан алып тастады осылайша Мартин мырза. Мартин осылайша 2-1 ойыншыны алаңға шығаруға шешті және Елхан Астанов та өз орнын босатып берді Абинурға. Мінекей, енді осылайша ойыншылар алмастыру басталды. Мінекей, байқап тұрғандарыңыздай 90 минут түйесіліп жатыр. Есеп 1-2, Ордабасы командасы финалға жолдама алуға 1 минут қана қалды. Дәл қазір ордабасылықтар шабуылдап жасыр. Доппан Эвертон соққы, бірақ доп қисық кетті қақпадан. Я, Өскемендегі бүгін Ордабасының ойыны былайша айтқанда есеппен өте әдемі ойын болды деп өзім ойлаймын. Біз финалдамыз. Ойын аяқталды, есеп 1-2, жалпы есеп 2-5. Ордабасы командасы Восток стадионында бүгін жеңіспен қайтатын болды. Команданы енді алдағы қарсыласы қазір Астана аренада жаңағы шешіліп жатыр. Ал бүгін Ордабасы командасына өте жақсы ойын көрсетті. Құттықтаймын шымкенттіктерді, жалпы Ордабасы жанкүйерлері финалға шыққандарыңыз құтты болсын. Ордабасы командасын 90 минут бойы тік тұрып қолдаған ультрасқа келіп алғысын білдіріп жатқан жайы бар. Мінекей, Бакулка ойынның үздік ойыншысы атанды. Бакулка өзі. Я, жарайсыңдар. Бүгін финалистер, Қазақстан кубогы финалистері. Ордабасы футбол клубының медиа офицері Сейіл Қожатай. Сәке, мынау енді кубокта финалға шықтық, кешелі бері жұмыс енді өзіңізді көріп жүрміз. Шаршау бар ма? Я, Аллаға шүкір, финалға шықтық. Екінші рет қатарынан. Шаршау уақыт жоқ. Шаршадықты айтуға да болмайды. Алда жұмыс көп. Мақсатымыз финал жалпы кубокты жеңіп, чемпионатта да жеңу. Сондықтан шаршадық деуге де бұлай айтуға келмейді. Ең басты мақсат бар. Сол мақсатқа келе жатырмыз. Бір команда болып. Шаршауды айтуға жоқ, шаршау уақыт жоқ. Тек қана финалдық ойындар қалды ғой бізден КПЛ-да. Құдай қаласа, негіз бар матчымыз финал. 9-8 матч қалды, соның бәрі біз үшін финал. Әсіресе осы шілдеден бастап Қайраттан жеңілден кейін, 2 жеңілістен кейін қазір бізде қателесуге ешқандай мүмкіндік жоқ. Сондықтан бүкіл матчты жеңіп, Құдай қаласа мақсаттарымызға жетуіміз керек. Енді бір сұрақ, мынау енді сіз чартерный рейспен келген мынау ерекше ме екен? Мынау алдыңғы ойында сіз келдіңіз ғой, КПЛ 9-шы турда. Я, әрине, әсіресе осындай маңызды ойындарда жол енді түсінеміз, Өскеменге жету, бұлай енді Астана или Алматы арқылы жету оңай емес, жол шаршап жүреді. Мен жалпы медиа команда өзі біз шаршап жүрміз жолдан. Футболшылар олар еще келіп алаңда ойнайды, сол үшін оларға да негізі оңай емес. Сол үшін басшылыққа мың алғыс, футболшыларымыздың жағдайын орып, жалпы командамызды ойлап, команда үшін барымыз деп жатыр, бүкіл жағдай жасалып жатыр. Сондықтан бізде де жалғыз футболшыларға емес, бізде де бар күшіміз салып, осы еңбек ақтауымыз керек. Біздің әсіресе жанкүйерлер үшін тек қана футболшылар ғана емес, жалпы бапкерлер үшін команда ғана емес, жанкүйерлерімізде жағдайымызды ойлап, бір отбасыдай болып, өткенде Жетісу Талдықорғанға да барып қайттық. Бүгін осы міне Алтайға келіп жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Сол енді бар осы бүкіл бәріміздің атсалып жасап жатқан еңбегінің жемісі деп айтуға болады. Сондықтан көп рахмет. Я, осындай жағдай жасап жатқан кезде әрине екі есе мотивация болады ғой, енді. Осындай жағдай жасап жатқанда қалай сен еңбекті ақтай алмайсың деген. Ол бізде ғана емес, футболшыларға сондай сезім болады деп ойлаймын. Дегенмен еңбек ақталып жатыр. Енді алда
әлі 7 матч бар, 8 матч бар. Соны бәрі 8 финал қалды деңіз. Әр матч 8 финал, финал, 8 иә. финалымыз бар. Соны құдай қалса бәріне жеңіске жетіп, соңында қарашада бәріміз тойласақ деген ниет бар әрине. Рахмет. Бүгін финалға шыққандарың құтты болсын. Жалпы ойын жайлы қалай болды? Ойын қиын болды ма? Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Барша шымкенттік жанкүйерлерді финалға шығуымызбен құттықтаймын. Құдай қаласа жеңіл бұйырсын баршамызға. Матч тартысты болды. Алдыңғы матчтың есебінен кейін бүгінгі матчта бізге сол есепті ұстап қалу минимум. Және жеңіске ойнадық бірақ бастысы. Енді Алла қаласа мынау финалдамыз. Финалда да қақпаны өзің қорғайсың ғой? Оны бапкерлер шешеді құдай қаласа. Алдағы уақытта ол қазірше белгісіз бізде. Рахмет. Бірақ қорғауға дайынмын әрқашан. Иә, әрдайым енді Бекхан Шайзада КПЛ-да, кубокта енді негізінен сені көріп келіп жатырмыз ғой. Соны енді финалда да сені тұрады деген үміттемін. Енді Алла қаласа жаңағы чемпиондықпен қоса осы кубокты да алу ниет бар енді. Құдай қаласа. Сіздерде де сондай шығар? Иә, енді барлық ойыншы үшін жеңіске жеткен, конечно, әр турнирде ол маңызды деп ойлаймын. Құдай қаласа. Екеуін де жеңуді нәсіп етсін. Рахмет. Ордабасы футбол клубының президенті Жасұлан Барманқұловтың мырза. Жеңіс құтты болсын. Ордабасы командасы енді финалда бүгінгі ойын жайлы пікіріңіз. Рахмет. Ордабасы барлық жанкүйерлерді құттықтаймын, бүкіл қаланы, Шымкент қаласын. Бүгінгі ойын енді сары қағаздар көбейіп кетті. Жалпы ең бастысы травма ештеңе жоқ, ешқандай жарақат ешкімде. Сондықтан өте қуаныштымыз. Рахмет бәріне. Техасбансқа рахмет, сонау Шымкенттен келіп қолдап жатқандарына. Енді кубок бізде екінші орында ма, әлде екі фронтта да негізгі жаңа күш саламыз ба? Екі фронтта да ғой, біз басынан келген кезде айттық, қай турнирге қатыссақ та, Дархан Қызайбаев айтты ғой, қандай турнирге қатыссақ та бірінші орын алу үшін қатысамыз. Сондықтан кубок екінші орында деген жоқ онда. Жаңа КПЛ кубокты бөліп жармайсыздар ғой? Бөліп жармаймыз, өздеріңіз көрдіңіздер, основной состав шықты, барлығы. Рахмет. Жақсы, рахмет сіздерге де команданы қолдап, осынша шақырымда келгеніңізге. Ордабасы командасы жасай берсін. Рахмет.